Ал бастаймыз енді. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қалдарыңыз қалай? Мынау біздің енді тікелей эфирді бастаймыз, Құдай қаласа. Бір шамалы ғана бір ән айтып көрейік, е? Алдағы келе жатқан енді жаңа жыл баршаңызға құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ардақты ағайын. Көп болып еді өзі тікелей толқынға шықпағалы. Мынау енді жұрттан қалмайық, ел қатарлы тойлаймыз ғой жаңа жылды. Бірақ әрине басты мереке біз үшін Наурыз. Енді бірақ дегенмен де мұсылмандықтың бір сипаты ол ортаға фитна салмау керек, яғни іріткі салмау керек деген. Сондықтан жұртпен бірге болу керек. Әрине мерекені жақсы жағынан тойлату керек. Ішімдік анау мынау деген бәрінен тыйылып деген сияқты. Ал енді Құдай қаласа осы 2018 жылы қазақтың ән өнерінің негізін қалаушы бабамыз сегіз сері шын аты Мұхаммед Ханафия Бахрамұлы 2018 жылы сол кісінің өмірге келгенінде 200 жыл болады екен. Сондықтан осы келе жатқан жылдың басын сол атамыздың Қарғаш деген бір әдемі әні бар еді, сонымен бастайық. Қабыл алыңыздар. Дидарың көргенедей тұра алмаймын ау сенсіз жердей салтанат құра алмаймын есіме түскенде беу қарғашым-ай кембесіндей дарияның бұраңдаймын Halilalaylım, halalavlaylım ay. Жылқым жатыр ақ көледе шаңдағындай ау кімдер есер болмайды ау ойдағыдай ау қыз кеткен соң аулыңына қызық кетер ау келіп кетіп жүрсің
ойнағың аяу حولم لله خليل ليلم حلالو ليلم депті дейді. Бүгін енді үйде отырмыз, ішіпсіп отыр, сондықтан тікелей толқынға шығып атқан жайымыз бар. Сендер тыныш отырыңдар. Халық әні Самалтау деген бір керемет ән бар еді, соны айтып берейін, Самалтау қайран елім шалқар гүлім не болар солдат болып айдай көрген күнім ай кір жабыды кіндік кескен айдай қайран жерім ай ат емеспіз жаяумыз жаяудан да баяумыз 15 күндей жүргендей омбы жаққа таяумыз жасым бар қос мөшелдей жылым сыйыр тағдырдың айдауы мені айдай кеттім қиырай Самалтау қайран елім артта қалды адасқан бірісінен айдай біз бір үйір-ай ат емеспіз жаяумыз жаяудан да баяумыз 15 күндей жүргендей омбы жаққа таяумыз әке шешем бар еді-ау жасы жеткен кәрі еді-ау осынау әнге салдырған 16-ның зар еді-ау деген екен дейді. Алдында осы
инстаграмға видео салып жүрген кезде көп әндерді бір куплет я болмаса қысқа ғана салып жүргем. Енді бүгін аянбай шырқайық. Өзі бос отырмын қазір. Әсет пен Кемпірбайдың қоштасуын айтып берейін енді. Ассалаумағалейкум, нар Кемпірбай, науқасқа шипа берсін, патша құдай. Аспанды айнал ұшқан ақсұңқарым кез болып жайған тұрған көксің мұндай. Науқасың меңдеу тартты дегеннен соң жыладым бай, тайтып үш күн ұдай. Даусымды танимысың атым Әсет, мен келдім әдей іздеп көңіл сұрай. Апырмай жауап қатпай кетермісің, жұртың ауатың шыққаны қыранымай гигайга 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 шіркін жөтелгір-ау. Артыма бір-ек ауыз сөз тастайын, басымды жастықпенен көтергер-ау. Аузыма айрыларда сөз салмасаң, қонғаның өлең шіркін бекер ме-ді-ау. Әсетжан осы аурудан оңбас білем, Алланың әмірі екі болмас білем. Кеудемнен көк үйрек қош деп ұштай, сол құрғыр жалғыз ұлға қонбас білем. Ой, бұл сөзінен қате кетіп қалдық қой, ә? Кемпірбайдың жауабын қайтып айтып жіберейін. Әсет келді-ау көтергелі, қысады кеуде шіркін жөтелгеді-ау. Артыма бір-ек ауыз сөз тастайын, басымды жастықпенен көтергер-ау. Аузыма айрыларда сөз салмасаң, қонғаның өлең шіркін бекер ме-ді-ау. Ал енді шіркін көмей бұлпылдасын, сөзімді әшиесіз кім тыңдасын. Ішінде арғын айман салдым айғай, не қылып шіркін көмей жыртылмасын. Мойынға әзірейлі салса құрық білемін, ғарып жанның ұтылмасын. Кемпірбай бұл дүниядан көшіп кетсей білемін, енді өзімді ұлтылмасын. Суырған қынабынан нар кескендей, әр жерде қызыл тілім бұлпылдасын. Көңіл-ау Әсет сұрай келгеніңді, шаба алмай кәрі тарылан, сымпылдасын гигайга 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 гигайга
Боз шапса боз озбай ма бұл ұрылда, мен шапсам жер танабың ол ұрылған. Жай тастап құлашымды ялып жылдам жабындым, күн тозушы мол тұғырынан. Біреумен асыл жанды дошар болмақ, өзіңнің бойға біткен о пиғылыңнан. Келсе да 90 ақын бәрін жеңіп, мен дағы озып жүрдім о ғылымнан. Ердәуіт 7 жаста ектеді жасынның суын іштім о ұдығынан. Аспанға қанат байлап ұшадағы ажалдың кім құтылар о ұрығынан. Сұрасаң қалжайымды жаным әсет, жатырмын ұшайын деп, тұғырымдан гигайга 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 Әсет жан осы аурудан өлем білем, Алланың аманатын о берем білем. Кеудемнен көк адырып қошты бұшты, сол шіркін кәрі жолдас о өлем білем. Әсет жан осы аурудан оңбас білем, Алланың әмірі екі болмас білем. Кеудемнен көк адырып қошты бұшты, сол құрғыр жалғыз ұлға қонбас білем. Басымда отыр дөксіп қимай тоқтап, кете алмай бөтен жаққа айнал соқтап. Серігім қошаман бол кемпірбай деп, жылады өтіп кеткен о күнді жоқтап. Сәлемде арқадағы қанғараға, қан бертіс қарқаралың о жандар алға. Атығай қарауыл мен өрді көйсін, қар өткіл таныс болдым о екі ара. Семейде топырағым болар білем, дұғағыл кемпір байдай, бишараға гигайга 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 деген екен дейді. Бұл енді Әсет пен Кемпірбайдың қоштасуы. Ал енді келесен Шама Нұрұлы деген мынау Баянауыл жақта, Кереку, Павлодар, сол жақта Шама Нұрұлы деген әнші композитор болған. Бұл кісі жаңағы кезіндегі мынау Жарылғап берділердің ұстазы болған, замандас болған. Сол Жарылғап берді осы Шаманың әнін үйреніп, одан кейін өзінің шәкірттері Қали Байжановтарға үйреткен деген әңгіме бар. Сондықтан Шаманың әні Шаманы орындап берейін. Енді Шаманы шамасыз жеткендер ғана айтады дейді. Сондай сөз бар. Көрейік, шамамыз қаншалықты екен. Шапақлап қызыл алтын нұрын шашып ақшамның, қараңғы сал болған шақтай, ағырып табысадай өңшің қашып.
Боз үйден таң алдында күйеу шығар артынан қалар жарау бетін басын. Мойнына ақ білекті ярта салып, айрылар атландырып амандасып. Келгенше енді айналып кім бар кім жоқ ұйғалқау тіліңді әпкер ай аузыңды ашып, құлақта алтын сырған жалтырасын, тіліңмен жан шөлімді қандырасың. Ақсың қаралма мойын шахизада, көңлімді әруақилы қалдырасың. Салдыртып салгүреңмен келгенімдей, кіргізбей босағаңда талдырасың. Ай жарық терезеңнің дәл түбіне де төсектен сүмбіл шашың салбырасын. Айбатпен сотқа кірген прокурордай шашыңа таққан шолпың сылдырласын. Жаң ұшқан ұясынан балағаздай ұйғалқау екі көзің жаудырасына. Халалалалла, халала hararararro oy hararararro депті дейді бұл Шама деген кісі. Ал енді не айтамын? Қасымда қызым отыр, Ләйлім деген. Ләйлім шырақ бір жан салдың әні бар ғой. Сол Ләйлімді айтып берейін. Ләйлім шырақ таудан аққан құмға ирақ, сіз бір бұлақ қайыс болса ай өзіме бер шедерімнің бағасы-ай қасыра қасыраға
ей өзіме қыршын жасым қиылысын бітім алса қалқатай бітім алсаң ай ал енді уағалейкумассалам қал жағдай жақсы ары қарата кеттік енді не айтамыз мынау ақан серінің әні дейді бір деректерде бұл жылқылыбайды енді бір деректерде сегіз серінің әні деп айтылады енді біреу халық әні дейді енді құдай қаласа осының бәрін иә бұл арқаның әні мен арқаның әншісімін негізі жалпы бірақ енді арқанды жетісуытты алтай тарбаға айта береміз ғой ал енді жылқылыбай деген әнді айтып берейін шыға келді жамылыбы жалат іші құлпырбая тағатын қызды көріп тоқтай алмай білектені ұстай алдым ұмтылбая буыным қалт құлт етіп тұрғанда қолымнан шығып кетті ау жұлқынбай қамшымен ойнап қанау сілтеп қалдым ақ көйлек шығын болдай ассалаумағалейкум елден сәлем дейді уағалейкумассалам неме дейді әкетай жаңағы ақан сері мамангерді айтыңызшы деді ақан сері маңмаңгер дей ма иә аға шаяқты айтсын депті аға шаяқты көрейік иә
қайдай қара жолма деген елім шұбырындыңыз болды-ау ала жаздай нәр татпай іздегенім қыз болды бейбай бейбай бейбау қыз қайда ой бойы қыз қайдай қыздар-ай есің алсаң ала алмасаң ғой мен да өлер деймісің шіркін-ай шіркін-ай үкілі кәмшат бөркің-ай ой пәлай ой пәлай ой пәлай осылай мекен оу қызы балай сары бидай дейді ғой так онда былай істейік Мамам келді мамам келді біздің ауыл кетпенлің етегінде ерте шықсам ауылыңа жетемін бе сары бидай сағындым қалқам даусыңдай ақтамақтан емін етеп бір искесем айналсоқ таб ауылыңнан кетемін бе сары бидай сағындым қалқам даусыңдай есіктің алды талғайың басында тұрма жаздайын қалқата еске түскенді сағынып соңдау сар бидай әнге салғаным бұлтарылмай қойды ғой бастан бір күн сенсіз өмір секілді жалған шіркін сары бидай сағындым қалқам даусыңдай атартып алыстан келгенімдай кермаралдай керіліп шықсаң шіркін сары бидай сағындым қалқам даусыңдай есіктің алды талғайың басында тұрма жаздайын қалқата еске түскендей сағынып соңдау сар бидай әнге салғаным есіктің алды қарағай қалқаның мөлдір жанарай қалқата еске түскенде жүрегім от боп жанадай деген екен дейді ғой
Бағана осы қателеспесем, Нұрғиса Тілендиевтің «Сағындым ғой» деген әнін сұрады, иә? Соны айтып берейін енді. Төй, мұны. Көктемдей сағындым ғой, өткендей сағындым ғой, өзіңмен бірге жүрген көкпеледей сағындым ғой, сағындым ғой. Сағындым ғой, ай, сағындым ғой. Жаздыда сағындым ғой, наздыдау сағындым ғой, төбемнен ұшып өткен қаздыдау сағындым ғой, сағындым ғой. Оралмайды, оралмайды. Сағындым жас күнімді бақытқа, мас күнімді көптен көп сағындым ғой, көктем боп сағындым ғой, сағындым ғой. Уақытқа бағынамын, бағынамын.
сағынамын. Бауырда сағындым ғой, сағындым ғой, ауылды сағындым ғой, сағындым ғой, ауылды сағындым ғой, ай сағындым ғой. бәріңді сағындым ғой, ай сағындым ғой. Мамам келіп қалды ғой. Мамам келіп. Ой, ел сағыныппыз ғой. Сен не байқау? Ал онда Абайдың сегіз аяқ деген әнін айтып берейін. Сол сегіз аяқ өзі жалпы адамзат баласы үшін өмір сүрудің қағидасы ғой. Қазаққа Абайдың алдырған Құран мен хадистен алынған дүние. Осы сегіз аяқты айтып берейін, я. Жүректен тербеп, шымырлап бойғауы жайылған, қиядан шабып, қисын табып, тағыны жетіп қайырған. Толғау 90 қызыл тел, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзін, кестенің бізін, өрнегін сендейі сала алмас, білгенге маржан, білмескей арзан, надандар бахра алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ ой құлақ. Басында ой жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішілгердеңі наданның. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Бойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Ашық қол бос, талаптың дәміні татуға, білмеген соқыр, қайғысыз отыр, тамағы тойса жатуға. Не ол емес
бұл емес менің де күнім болмасын кекшіл болсайшы көпшіл жан аямайы кәсіп қыл орынсыз ыржаң болымсыз қылжаң болама дәулет нәсіп қыл еңбек етсең ерінбей тояды қарының тіленбей егіннің ебін сауданың тегін үйреніп ойланып мал іздеп адам бол мал тап адал бол байтап қуансаң қуан сол кезде біріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос бір кісі мыңға жүз кісі сымға әлі жетері заман жоқ қадірлі басым қайратты жасым қорлықпен өттау амал жоқ болмасқа болып қара тер айқаймен өттау өмір қайнайды қаның ашиды жаның мінездерін көргендей жігерлен сілкін қайраттан бекін деп насихат бергендей ұятсыз арсыз салтынан қалғып та кетер артынан жартасқа бардым күндайғай салдым онан да шықтауы жаңғырық естіртіп үнін білсем деп жөнін көздедім қаңғырып баяғы жартас бір жартас қаңқытыр түкті байқамас атадан алтау анадан төртеу жалғыздық көрері жерім жоқ ағайын бек көп айтамын ептеп сөзімді ұғар елім жоқ боласындай бақсының жалғыз қалдым тапшының боласындай бақсының жалғыз қалдым тапшының депті ал енді иман жұтпа қазір айтамыз жаңа Балқантау аққуларын айтыңызшы деп еді соны айтып берейін Илья Жақанов сөзі Кәрім Сауғабаевтікі ойланамын өткеніне
алышпен көктемелей ақ Алатаудан дариғай салған әлі шаттанам балқан тауға дариғай жеткеніне ақ Алатаудан дариғай салған әлі шаттанам балқан тауға дариғай жеткеніне келмейді-ау енді айналып ұнадай көктем пендемін бір сен ойлай есі кеткен балқаннан ұшып шыққан дариғай аққуларғай сенбе деп қарай берем дариғай көшіп жеткен балқаннан ұшып шыққан дариғай аққуларғай сенбе деп қарай берем дариғай көшіп жеткен сенбе деп қарай берем дариғай көшіп жеткен
Ой, рахмет барлықтарыңызға. Бағана Молдабайдан бұрын тағы бірнеше әндер сұралды. Айтылмай қалмасын деп жатқаным ғой. Маң-маңгер, Иман Жүсіптің әнін сұралды, меркі, е? Ал онда айтайық ән. Неден бастаймыз? Иман Жүсіпті айтайық, Иман Жүсіптің әнін айтайық. Абылай аспа сарқаның сарай белі, қуандық пені сүйіндік жайлайды. 40 мың жылқы су ішіп лайланбас, Нияздың айылы мен қарай көліңе. Мен елімде жігіттер топтан астын, мен сіңгені талайдың көңіліні бастым. Қасым мерген жігітке олжа салып, бір түнде 8 қыздай алып қаштым. Оғылы мені тағылый бүркіт салған, үйпалақтап бауырыңнан түлкіңі далған. Есіл нұра береймен қара қойтас, көзімнен бір ұштың дүние жалған. Күйген жарды ябылым жандай қондап, әкем құтпан кешегі қандай болды. Қазы қарта жемейтін қайран басым, түрменің қараналы балдай болды. Қатар-қатар қаланған тастарың ай, мұнарланып көрінген бастарың ай. Сол бір жерлер есіме түскен сайын